40-шы есеп. Кәсіпкер банкке 10% өсу пайызымен $20,000 салды. 2 жылдан кейін оның ақшасы қаншаға өседі? Бірінші жылы ол $20,000 салды, және оның 10% өсті ол бір жылда. Демек, осыны 100-ден 10-ға көбейтеміз. Нөлдерін қысқартамыз. Демек, бірінші жылы ол $2,000 пайда көрген. Ал екінші жылы оған 10% қосылатын кезде оның ақшасы 20,000 емес, 22,000 болады. Демек, 22,000-ді көбейтеміз 100-ден 10-ға. Нөлдерін қысқартамыз, $2,200 болады. Демек, ол екінші жылы $2,200 пайда көрген. Демек, үшінші, егер оның басында ақшасы 20,000 болса, және оған бірінші жылы $2,000 және екінші жылы $2,200 пайда түскен болса, онда оның ақшасы қосайық 2,000 және 2,200. $24,200 болған 2 жылдан кейін. Ал ол бастапқыда $20,000 салған. Демек, оның ақшасы $4,200-ға өскен. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.